Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 109-шы сабақ, 26-шы жаттығу. Ертегіні оқы. Түйе мен түлкі. Түлкі тоғайда түйені көреді. Денесі ойқы-шойқы, олпы-солпы екен. Осыдан бірдеңе түсіп қалар деп, алыстан аңдығып жүреді. Бір күні түйе өзеннің арғы жағына өтеді. Оны бақылап тұрған түлкі: «Уа, түйе, су терең бе екен?» деп сұрайды. «Терең емес, тізеден ғана келеді», дейді түйе. «Тізеден ғана болса, таяз екен» деп, түлкі түйе жаққа өтпек болады. Суға түседі де арғы жағаға бет алады. Өзеннің ортасына да жетпей, бір батып, бір шығып, қақалып, шашалып, суға тұншыққан түлкі түйеге айғай салады. «Тізеден дегенің қане? Мен батып барам ғой». Сенің тізең мен менің тізем бірдей дей ме? Әлін білмеген әлек деген осы», дейді түйе. Ертегі қазақ ертегілері кітабынан алынған. Ал енді балалар, осы жаттығу бойынша тапсырмаларды орындап көрейік. Ертегі мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Ертегі бойынша мынадай сұрақтар қоюға болады. Түлкі тоғайда нені көрді? Ол түйеден не сұрады? Әлін білмеген әлек деген сөзді қалай түсінесің? Түйе мен түлкінің қайсысының жауабы шындық, қайсысы жалған екенін дәлелде. Түйенің жауабы шындық. Су шынымен де түйенің тізесінен келеді. Ал түлкінің жауабы жалған. Ол су тізеден келсе таяз екен деп, өз тізесімен салыстырмастан суға түсіп кетті. 27-ші жаттығу. Мәтінді көркем жаз. Зайсан көлі Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Көлдің ұзындығы 100 километрден асады. Тереңдігі 8-9 метр. Мәтін Қазақстанның өзен көлдері кітабынан алынған екен. Сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Мәтіндегі сан есімдер 100, 8, 9 сандары. Сан есімдер бұл жерде сат есіммен өзара байланысып тұр. Яғни 100 километр, 8, 9 метр сөздеріндегі километр, метр сөздері бұл сат есім. Шығармашылық үзіліс. 28-ші жаттығу. Жағдаятты оқып, сұрақтарға жауап бер. Серік достарымен бірге ауыл сыртындағы бұлаққа келді. Ол бұлақ көзін шөп-шалам, босаған ыдыс және қоқыстар басып, бітеліп қалғанын көрді. Ал енді балалар, мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: балалардың әрекеті қандай болмақ? Менің ойымша, балалар бұлақ көзін қоқыстардан тазартады деп ойлаймын. Екінші сұрақ: бұлақ көзінің бітеліп қалуына кімдер кінәлі деп ойлайсыңдар? Бұлақ көзінің бітеліп қалуына сол ауылдың тұрғындары кінәлі болуы мүмкін. Мұндай іс-әрекет тек адам қолымен ғана жасалады. Себебі мұндай тірлікті жан-жануарлар, аң-құстар жасауы мүмкін емес. Бұлақ көзінің бітелуіне тікелей адамдардың қатысы болып тұр. 29-шы жаттығу. Ойлан, тап. Бір топ бала туғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды тиді әркімге 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Өлеңнің авторы Сұлтан Қалиев. Тоғанға барған балалар саны 5 бала. Сол кезде 15 балықты 5 бала 3 балықтан бөліп алады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.
ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.